сәлеметсіздер ме 6 сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода Қазақстан тарихынан 4 тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: қазақ хандарының саясатының нәтижесі жайында тұжырымды сәйкестендіріңіз. Ханның қол астында миллионнан астам адам болған. Бұл Қасым хан. Билермен бірге Күлтөбе деген жерде бас қосып заңдар жинағын жасаған. Тәуке хан Бұқар хандығына жорықтар жасап Түркістанды, Ташкентті, Самарқанды жаулап алған. Тәуекел хан Түркістан қаласы қазақ хандығының құрамына толығымен енген. Есім хан қазақ хандығының батыс шекарасын Еділ мен Жайық аралығына жеткізген. Хақназар хан. Екінші тапсырма: берілген картаны қолданып Хақназар ханның сыртқы саясатын түсіндіріңіз. Моғолстанмен сыртқы саясаты: Хақназар хан кезінде Моғолстанмен қарым-қатынас шиеленісе түсті. 1570 жылы Жетісудың батыс бөлігі Шу-Талас өңірі қазақ хандығының билігіне қайтарылып алынды. Өзбек хандығы 1579 жылы Бұхара ханы 2 Абдолламен әскери-саяси одақ құрды. Бұл одақ екі жаққа да тиімді болды. Ол бойынша Хақназар хан мен Абдолла бір-біріне қолдау көрсету туралы шарт жасасты. Ноғай ордасы қазақ хандығының батыс шекарасын Еділ мен Жайық аралығына жеткізді. Хақназар хан қазақтар мен ноғайлар ханы деп аталды. Орыс мемлекеті: Хақназар хан ел билеген кезінде орыс үкіметімен саяси және сауда қатынастарын орнатқан. 1570 жылы орыс елшісі Третьяк Чебуков қазақ хандығына жіберілді. Келесі үшінші тапсырма: берілген суреттер мен деректі қолдана отырып төменде берілген сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Жәңгір ханның тау арасына бекініс қаздырып, ол жерде 300 сарбазды отырғызып, өзі 300 әскермен таудың арғы жағынан жауға қарсы шыққан. Жоңғар қонтайшысының бекініске шабуыл жасағанында көп әскерін қырып салған, яғни шебер әскери тактиканы қолданған. Бірінші сұрақ: Орбұлақ шайқасының уақыты мен болған жерін атаңыз. 1643 жылы Орбұлақ сайы Балқашқа жақын жерде. Жоңғарлар не себепті қазақ жеріне жорық жасағанын атаңыз. Манжурлардың қысымы мен жер мәселесі. Үшінші сұрақ: Жәңгір ханды халық неліктен Салқам Жәңгір деп атағанын жазыңыз. Жәңгір ханның айбатты, қайсар, қаймықпайтын жеке қасиеттері үшін атаған. Салқам айбатты батыр деген мағына береді. Төртінші сұрақ: Орбұлақ шайқасында қазақ әскерінің жеңіске жетуінің екі себебін атаңыз. Бірінші себебі шайқастың өтетін жерінің дұрыс таңдалуы. Шайқас болған жердің жоңғар әскерінің өтуі үшін тау жоталарының арасында орналасқан алқаптың ерекшелігі. Екінші себебі жаңа технологияны, білтелі мылтықты қолдану және қазақ әскерінің ор қазуы мен Жәңгір ханның стратегиялық шешімдері. Орбұлақ шайқасының тарихи маңызы неде болғанын жазыңыз. Орбұлақ шайқасында жеңіске жетуге Жәңгірдің шешуші сәтте дұрыс стратегиялық шешім қабылдауы, жауынгерлерді жігерлендіре білуі әсер етті. Сонымен қоса қазақ жауынгерлерінің батылдығы мен жанқиярлығы өз жерінің бостандығы мен тәуелсіздігін қорғай алатындығын көрсетті. Орбұлақтағы жеңіс қазақ даласына жоңғарлардың қайта басып кіруіне жүректерін дауылатпайтындай әсер қалдырды. Келесі төртінші тапсырма: төменде берілген тұжырымдардың ақиқат не жалғандығын анықтаңыз. Қожалар Шыңғыс ханның ұрпақтары даулы мәселелерді шешумен айналысады. Бұл тұжырым жалған. Батырлар ерлігінің арқасында халық арасында кеңінен танылған. Ақиқат. Жыраулар заң шығаруға қатысып сот билігін жүзеге асырады. Жалған тұжырым. Би қоғамда туындаған даулы мәселелерді шешетін хан кеңесшісі. Ақиқат тұжырым бұл. Хан мемлекетті басқарушы, Шыңғыс хан ұрпағы, әскердің бас қолбасшысы. Ақиқат. Жырау хан кеңесшісі, халықтың рухани көсемі. Ақиқат. Бесінші тапсырма: шежірелер жайында тұжырымдарды орналастырыңыз дейді. Түрік шежіресі. Шыңғыс хан әулетінің тарихына арналған. Онда қазақ халқының құрамына енген түркі тілдес тайпалары туралы құнды деректер бар. Жылнамалар жинағы.
Кітап араб әрпі мен қазақ тілінде жазылған тарихи дереккөз ғана емес, 16 ғасырдағы қазақ тілінің ескерткіші болып табылады. Бағдарлама басты кейіпкер өз атынан адамдардан не естігені, өмірде нені көріп, нені бастан кешкені туралы әңгімелейді. Шыңғыснама тарихи еңбекті 16 ғасырда Өтеміс Қажы жазған. Кітапта жошы әулетінің тарихи баяндалады. Осымен ТЖБ жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.